14 жастағы бала. 14 жас, 14 жыл бақты, қақты, оқты, тоқты, әлі өзінің өмірдегі қызығын көріп үлгермеген бала ғой енді. Бәріміз бала бағып отырмыз, қыз бағып отырмыз, біреудің немересі бар. Өмірдегі ең адамның жүрегіне қатты бататын нәрсе өзінің туғаннан айырылу. Шешеңнен айырылсаң қатты жүрегің ауырады, әкеңнен айырылсаң жүрегің қатты ауырады. Ініңнен, бауырыңнан, соның ішінде балаңнан, өзің балаңнан. Соның ішінде әйтеуір ажалы келіп, ауырып кетіп жатса, білмеймін. Тағдына осындай бір себептермен, яғни адамның ар намысына, ашуына тимей. Әрине менен Алла Тағаланы бұл жерде күйттеп айтып тұрғаным жоқ. Аллаға қатысты мәселе емес. Адамның адамға деген арасындағы мәмілені айтып жатырмын да. Яғни адамның қолынан зұлымдықпен, әділетсіздікпен қаза тауып жатса басқа, бірақ өздігінен бала суға кетіп қалды, өздігінен білмеймін, өзі рөлге отырды да, қатты айдады, қоғамның тәртібін бұзды, жол ережесін бұзды да кетіп қалды мысалға. Әйтеуір өзінен көреміз ғой, өзінен көреміз. Өзі қарамады, не істейін деп. Ол кезде де жүрегіміз қынжылады, жылаймыз, еңірейміз әрине. Ал бірақ сенің балаңды біреулер келеді да, ешқандай бір маңызды себеп жоқ, теуіп, тепкілеп, қан жоса қылып өлтіріп кетеді да сенің балаңды болды. Бұл одан да жаман нәрсе да. Және оның артында тағы да бір жаман нәрсе бар. Осындай қайғымен балаңнан айырылып, іш құса болып, өзіңді қоярға жер таппай, Құдайдан сабыр тілеп отырған кезіңде, сол балаңа қастандық жасалған адамдар тағы да сол әділетсіздікпен, сол ешқандай жазаланбастан, айыпталмастан, түрмеге қамалмастан, егер сол жаңағы бандиттер, сол бұзақылар кетіп қалатын болса, босап кететін болса, бұл тағы да одан сайын сенің жүрегіңе тағы да пышақ қанжар тыққандай болады да. Неге? Себебі әділетсіздік. Енді біз екі нәрсені үміттенеміз ғой. Заң болса екен, жазаласа екен дейміз да, сонымен не істейміз? Рахат табуға, тыныштық табуға тырысамыз. Екіншісі, заң іске қосылмаса, әділетсіздік болатын болса не істейміз? Мұсылман Аллаға тапсырады болды. Басқа ештеңе көмектеспейді мұсылман үшін. Мұсылман не істейді? Ей Алла, сен барсың ғой. Ей Алла, сенің көзің түзу ғой. Ақырет бар ғой дейсің, не істейсің? Өзің жұбатасың да. Шындығында солай, мұсылман солай. Бірақ бұл деген сөз не болса да, Алла Тағала өз жазасын береді ғой, өзінің құқығын талап етпе, әділдік талап етпе деген сөз емес. Қолынан келген әрекет жасайсың, амал жасайсың. Бірақ менің айтқым келіп отырғаны өте қиын жағдайда. Сіздер мен біздер сол ананың, сол әкенің орнына бір сәт өзімізді орнына қойып көрейікші сол кісілердің. 14 жастағы бала болмайтын бір көшедегі бұзықтар, 10 класс пен 11 кластың балалары, Қоп ауылындағы жағдай естіп отырсыздар ғой. Бұған дейін де қаншама жағдайлар болып жатыр да. Қарасаң, бір болмайтын бір мәселеге келіспей қалып, біреудің қызына біреу ғашық болып қалып, білмеймін. Немесе әлке, мен үлкенмін, сен кішісің, мен айтқанымды істеуің керек, ақша жинайды, ақша беруің керек, мен бермеймін, сен бересің, сонымен болды. Соған бала не істеп жатыр? Бір адамның өмірі қыршыннан қиылып жатыр да, бір адамның өмірі қиылып жатыр. Болмайтын бір нәрсеге. Қарасаңыз, заманда сіздер де жас болдыңыздар, біз де жас болдық. Біз де төбелестік, келісе алмай қалдық, керіс анау болды. Бірақ Алла сақтасын, осындай дәрежеде зұлымдық, осындай дәрежеде қатыгездік болған жоқ еді да. Бұның бәрі қайдан келіп жатыр? Ардақты ағайын. Енді әркім әртүрлі себептер айтуы мүмкін. Енді бірақ барлығымыз бір неде мәселеде келсеміз деп ойлаймын да. Бұл әрине бұның астарында не жатыр? Бірінші кезекте біздің заң қатаң болмай тұр. Екінші кезекте имансыздық болып тұр да, имансыздық. Құдайын танымай тұр біздің жастарымыз. Біздің балдарымыздың, өсіп кеткен балдарымызға ұят болады, обал болады, күнә болады, харам болады, Алла жек көреді. Біреудің баласы тиіспе. Ана біреудің малы қолың сұқпа. Деген біздің дәстүрімізде, дінімізде балаларға үйретілмей жатыр да, мәселе сонда. Мен енді қазір мұсылман елдеріндегі
өлім санының аз болуы, қылмыстың аз болуын бәрін зерттеп отырып сізге айтатын уақытым жоқ. Оны Google'дан, YouTube'дан қарап алсаңыздар болады. Қаншалықты тақуалық, қаншалықты ислам әдебі, исламның құндылықтары көп тараған жерде қылмыс өте аз, өте аз. Қылмыс өте аз. Оны зерттеп, уже ғалымдар, Европаның ғалымдарының өзі мойындап отырды, қараңыз. Әрине сол ислам мемлекетте отырған кілең мұсылманда өмір сүретін жерлерде де қылмыстар көп болып жатыр, бірақ ол діннің қателігі емес, ол сол адамдардың сол дінді дұрыс түсінбеген, мұсылманмын деп мақтанады, бірақ өзінің Құранын білмейді. Мұсылманмын деп мақтанады, бірақ өзінің пайғамбарын дұрыс танымайды. Мұсылманмын деп мақтанамыз, өзіміздің дініміздің қарапайым құндылықтарын білмейміз. Пайғамбарды мақтанамыз, бірақ пайғамбарды жақсылап танымаймыз, өмірін оқымағанбыз. Сондай мұсылман елдерде де бар ма қылмыстар? Бар, иә. Оның себебі сол. Ол өзіміздің қателігімізді да, негізінде. Бірақ шындап келген кезде, шындап имандылықты түсіндірсек жастарымызға, балдарымызға, үйдегі қыздарымызға, жас кезден бастап намазын үйретіп, ораза ұстатып, Құдайдан қорқуды, сол Құдайдың мейіріміне бөленудің жолдарын үйрететін болсақ, сіңіретін болсақ, ардақты ағайын, бұл пайғамбардың берген уәдесі ғой. Әлем мойындаған пайғамбардың берген уәдесі. Сіздің балаңыз өзгереді, сіз өзгересіз. Замандағы талай адамдар өзгерді ғой. Хазірет Омарлар өзгерді, Хазірет Османдар өзгерді. Небір тас темір кәдімгі қатыгез адамдар болды заманында, бұлар өзгерді. Мүшіріктер болды, сондай қатыгез болды. Қаншама адамның басын жапқан, бірақ түбінде не істеді? Өзгерді. Ислам оларды өзгертті. Мінез де өзгерді, олардың адамгершілігі де өзгерді. Дүниесін, бүкіл дүниесін Құдай жолына таратып жіберген адам бай кісілер болды да заманында. Не үшін? Олар түсінді да себебі. Негізгі исламның астарындағы үлкен даналықты түсінді олар. Нәтижеде менің жүрегіме тыныштықты беретін, нәтижеде мені бақытты қылатын, нәтижеде мені жәннатқа кіргізетін сол Алла Тағала. Ал ол жәннатқа кіру үшін маған не керек? Дін керек, Құран керек, пайғамбар тануым керек, сонымен өмір сүруім керек, сол ілімді меңгеруім керек. Міне, ол сауап деген, Алла ризалығы үшін деген нәрсені түсінген адамды солай жасайды да. Енді әртүрлі мәселе айтуымыз мүмкін. Заң деп жатырмыз, иә, мысалға. Мен айтар едім, ардақты ағайын, кезінде өзінен бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның есік жолын білесіздер ғой, иә? Талай оқыдық қой, тарихта оқытты. Сол Қасым ханның, Есім ханның заңдарын негізге ала отырып, тағы да 7 жарғын шығарған кім еді біздің хандарымыздың ішінде? Тәуке хан бабамыздың 7 жарғысын білесіздер. Қазіргі таңда осы Тәуке ханның енді 7-еу бола ма ол, 5-еу бола ма, 10 бола ма, енді оның ішінде енді жесір дауы бар, жетім дауы бар, ру арасындағы мәселелер бар, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі бар, солай ма? Біреудің мүлкіне қол сұққан жағдайда не болады? Соның барлығын қарастырған ғой 7 жарғының ішінде. Неке, отбасы мәселесі бар мысалға. Сондай дәрежеде қатаң заң керек болып тұрған сияқты да бізге. Заң керек. Дінімізде қысас деген нәрсе бар, ардақты ағайын. Қысас деген не? Есе қайтару деген сөз, есе қайтару. Алла Тағала бар ғой, сізбен бізді жоқтан бар еткеннен кейін, біздің бүкіл мінез құлқымызды, жан дүниеміздің бәрін Алла Тағала жақсы біледі да, бізден жақсы біледі. Біз неден қорқамыз, неден қорықпаймыз? Нені жек көреміз, нені жақсы көреміз? Алла Тағала бізден оны өте жақсы біледі да. Адам неден қорқады көбінесе өмірде? Таяқтан қорқады, солай ма? Түрмеден қорқады, соттаудан қорқады, миллиондап штраф төлеуден қорқады, солай ма? Тәуке хандарымыз, Қасым хандарымыз, Есім хандар, біздің хандарымыз сол, қарап отырсаң, әлгі 7 жарғын зерттеп қарап отырсаң, біздің сол Құрандағы аяттардан алып отыр олар. Пайғамбардың хадисінен алып отыр. Бұның үлкен негіз даналығы не? Елдің ішінде өлім жетім болмасын, әділетсіздік болмасын, адалдық басқарсын елді, мейірімдік болсын. Қатыгез адамдарға, залым адамдарға жол берілмесін, ұрлық болмасын, біреудің ала жебет атталмасын деген мақсатта сол заңдар енгізілді да, ардақты ағайын. Біздің аталарымыз соның барлығын бір риза болатын жерің сол біздің Құранымыздан, пайғамбардың сүннетінен, сол ділімізден соның барын алып отыр да. Соны енгізді біздің заңымызға. Сол елде тыныштық болды ма? Әлхамдулилля, сол елде тыныштық болды. Әрине ол заманда да ұрлықтар болды, біреудің малын ұрланды, жылқысы ұрланды, басқа, бірақ олардың жазасы беріліп отырды. Бірақ сол қылмыстың санын өте болар болмас қана аз болды, бітті.
түбегейлі жоқ болып кетуі мүмкін емес бәлкім, бірақ не болды, өте аз болды да. Қысас деген не? Есе қайтару. Міне, Алла тағаланың сондай біздерге берген даналығы, ардақты ағайын. Бұл жерде қысаста зұлымдық жоқ, керісінше зұлымдықты тоқтату бар да, зұлымдықты тоқтату бар. Сондықтан да ардақты ағайын, қазір біздің елде біз әрине зайырлы, демократиялық, құқықтық мемлекетпіз ғой. Өзіміздің заңымыз бар, солай ма? Бізде сол адамдар не істеу керек? Әділ түрде жазаланып отыратын болса, онда осындай қылмыстар аз болар еді, ардақты ағайын. Сондықтан да бізге не керек болып тұр қазіргі таңда? Сол Тәуке ханның жаңағы мен мысал беріп отқаным ғой, енді біз сол бабаларымызбен мақтанбағанда кіммен мақтанамыз енді, дұрыс па? Сол бабаларымыз сол заңды қойып отырған, мен онда мысал беріп отқаным сол қатаң заң қашан келеді бізге? Міне осындай обал заттар, осындай әділетсіздіктер, осындай зұлымдықтар болмас еді, ардақты ағайын. Сондықтан да үйдегі әрине енді басқа да себептер болуы мүмкін. Ол балалардың ол тәрбиесіне енді дәстүр үйретілген жоқ, дін үйретілген жоқ. Үйдегі сол әке шеше ғой ең бірінші жауапты, дұрыс па? Біз үйде бәріміз бала бағып отырмыз да, сол балалардың қыршыннан қиылуына жол бермейік, ардақты ағайын. Ол үшін не керек? Ол үшін жаңа айтып кеттік. Біздің қолымызда не келеді енді, мына біздің халықтың қолымызда не келеді? Әркім өзінің баласын еге болсын. Әркім өзінің баласын не істесін? Діни тәрбие берсін. Құдайдан қорқуды үйретсін, ардақты ағайын. Бәріміз де бала бағып отырмыз, қыз бағып отырмыз. Әрине, сол марқұм болған баламыздың әке шешесіне қайғырып көңіл айтамыз. Алла тағалам оларға қуат берсін, сабыр берсін, жүректеріне тыныштық берсін. Құдай тағалам сол адасып жүрген, ішіп, шегіп, шешініп, өзінің дәстүрін де білмейді, дінін де білмейді, Құдайын да танымайды, әке шешені сыйламайды, үлкенді сыйламайды, өзінің інілеріне жан ашымайды, сондай қатыгез балаларға Құдай тағалам хидаят берсін. Солардың әке шешесіне де тура жол нәсіп етсін. Құдай бізді осындай зұлымдықтан өзі сақтасын.